Сәлем менің сүйікті досым, менің арнама қош келдің. Қызыл подписаться деген батырманы басуды ұмытпа, ал ендеше біз бастаймыз, кеттік. Бүгін биік және де өте дәмді болатын черный принц тортын рецептімен бөліскім келіп отыр. Толық рецептісін описаниедан тапсаңыздар болады. Бәне, оны кескенде өте жұмсақ, үлпілдек және де өте воздушный болып тұр, орысша айтқанда. Алдымен мискамызға 2 жұмыртқаны жарамыз. Және де оны миксермен жақсылап араластырамыз. Енді қантымызды алдып, бір келкі кішкенеден саламыз. Барлығын салып жерменіздер. Кішкентай жарты бөлігін қана саламыз. Менде осындай үлпілдек болып шықты жұмыртқалар. Біз жарты қантты алып қаламыз. Енді біз жұмыртқалы массамызды жанымызға қойып, айранға көшеміз. Айранға 1,5 кішкентай қасық сода саламыз. Оны жақсылап араластыру керек. Мен араластырып жатқанда ол өзінің объемынан көтеріліп, үлкен пенаға айналып кетті. Мен мискадан ағып кетеді ма деп қорықтым, бірақ ол ағып кеткен жоқ. Ал енді сухой ингредиенттерге көшеміз. Мискамызға ұнды және де қалған қантымызды және де разрыхлитель, содан соң какаоның барлығын қосамыз. Қолымызда тәттім мен, серуендеп түнгі алматтым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әнді мен. Қолымызда тәттім мен, серуендеп түнгі алматтым. Енді осының барлығын жақсылап араластыру керек. Содан соң біз өзіміздің жұмыртқалы массамызға қайтып келеміз. 4 ас қасық сұйық майды құямыз. Ол сары май, растительное масло деп айтылады. Оны енді жақсылап қайтадан араластыруымыз керек. Ал енді өзіміздің айран мен соданы дайындап қойған айранымызды осы жұмыртқалы массамызға құямыз және де оны да жақсылап араластырамыз. Ал енді сухой ингредиенттерімізді ақырындап қосамыз. Барлығын бірден қосуға болмайды, ол көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан аз-аздан барлығын жақсылап араластыра отырып, қосамыз барлығын бір келкі. Мен оны 3-4 бөлікке бөліп салдым. Міне ең соңғы біздің онымен сухой ингредиенттерімізді қосып жатырмыз. Менде қою шығып жатыр. Ол осылай шығу керек. Міндетті түрде қою. Сондықтан мен араластырып біткен осындай консистенция шықты. Енді біз формамызды алуымыз керек. Менде форманың диаметрі 24 сантиметр. Мен осындай силиконды лопаткамен салғанды ұнатамын. Сондықтан осы силикон лопаткасымен біздің формамызға салуымыз қажет. Формамызға салып, оны бір келкі жақсартамыз, және де оны ұруға да болады, мен көрсетіп жатқандай. Енді оны қызып тұрған пеште 40 минутқа 180 градуста пісіреміз. Ағаш таяқшамен тексеру міндетті түрде. Менде ол пісті. Ал енді мен тортымды жасайын деп жатырмын. Мен кремға сметана кремді қолданайын деп тұрмын. Біз өзіміздің сметанамызбен қантымызды бірге араластырамыз. Жақсылап араластыру керек. Сіздер қант ұнтағын да алсаңыздар болады. Ол жақсы болады. Бисквитімізді толықтай суытамыз да, мен оны 3 бөлікке бөлемін. Осындай басындағы шапкасын, верхушкасын алып тастаймын.
Міне өздеріңіз көріп тұрғандай ол өте жұмсақ болайын деп тұр, және де қара түсті, іші жақсы піскен. Ал енді қалған корждарымды екіге бөлемін. Міне мен бөліп шықтым. Ал енді қазір табақты қойып астына тортты жинай бастаймын. Мен пропиткаға жай ғана сүтті алдым. Сіздер оны пропитать етсеңіздер де болады. Және де жасап керек жоқ бұның. Өйткені өзі торт өте жұмсақ болады. Мен бірақ пропиткаға жай ғана сүтті ала салдым, қант пен суды араластырмай-ақ. Сүтпен пропитать етіп болғаннан кейін мен оған біздің жасаған кремімізді қосамыз. Менде крем көріп тұрғандай сұйық шықты, бірақ та осылай құя беруге болады. Кремімізді жағып біткен соң екінші коржымызды үстіне саламыз. Екінші коржымызды сүтпен пропитать етіп шығуымыз керек. Жақсылап пропитать етсеңіздер, ол өте нәзік, өте жұмсақ болып шығады. Сондықтан сүтпен ақ пропитать етуге болады. Міне мен сметанный кремімді жағып шықтым. Енді жаңағы верхушкасына да мен оны крошкаға айналдырайын дедім, бірақ мен осылай үстіне сала салдым. Оны да мен сүтпен пропитать етіп шығамын да, үстіне сметанный крем жақтым. Енді осыны үстіне қоямыз да, үстіне мен сметанный қалған кремімізбен жағып шығамын. Содан соң оны әсемдеуге мен какао мен қант ұнтағын қолдандым. Міне какаоны мен жағып жатырмын. Какаоны ситадан өткізсеңіздер, ол әдемі тортта жағылады. Және де мен қант ұнтағын алдым. Менде қант ұнтағын өзім үйде жасағандықтан қанттың бөлшектері қалып қалды. Міне менде осындай шықты торт. Оны кесіп жатырмын. Кескенде ол өте воздушный және де үлпілдек болып шықты деп ойлаймын. Оның содамен жасалғандықтан оның корждары басқа корждарға ұқсамайды, және де оның коржы басқа корждардан қарағанда дәмдірек және де өте жұмсақ болып шықты. Мені кескенде де көріп тұрсыздар қандай жұмсақ екен. Бұл видео ұнаса лайк басуды ұмытпа. Барлығына сау болыңыздар.